Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Do'stlar, бұл дүние вақытынша. Не нәрседе болса вақытынша. Кейбір кездерде, кейбір жігіттерді байқап қаламыз. Мына жерге үлкен бір екі жұлдыз қойылып қалса, жүрісі өзгеріп, адамдар мына сөйлесі өзгеріп, басқаша болып қалады. Бұл жерде мен бір мысал келтіре кетейін. Менен ауылдың жігіті еді, менен бір класс кейін оқыған, енді атын айтпаса ғибат болмайды ғой. Сол кісі кішкене мына трассаның начальнигі болып қалыпты енді, ГАИ жағынан. Соның кейін мен енді өне бойы қаладан жағы күнелту қиын болған, қымыз сатып, кешке қарата жағы сол ГАИлерге келіп, мен Чолдеран автобусына мініп келем, Чолдеран автобусына мініп келіп, сол ГАИлерге келіп, мына Айшабірдің бер жағында ГАИ бар еді ғой, сол жерден мен ауылға машинаға мініп кететінмін. Автобус жоқ болып қалады, такси жоқ болып қалады ғой. Соның кесем жағы менен бір класс кейін оқыған жігіт отырған екен. Сол жерде ГАИ балаларға сөйлей алмай отырды деп. Мен айтып, атын атап айтып қалдым, мен ауылға кетуім керек, машина тоқтатып бер дедім енді. Сөйтіп маған сөйлеме деді маған. Сөйтіп жанындағы тұрған ГАИ балалар ұшыра келіп, мен қолтықтап шығып алып кетті. Аға, бізге айтпадыңыз ба, біз тоқтатып беретін едік деп. Сөйтіп сап жерді. Сөйлей алмай қалыпты ана. Ол форма деген уақытынша ғой. Қан енді қазір ол форма жоқ қой, оның үстінде шешіп тастады. Енді өлгенше киіп жүрсем де киіп жүре беремісің, бәрібір өлгеннен кейін шешесің де бәрібір форманы. Форманы киіп алғаннан кейін адамдардың мінезі де өзгеріп қалады. Адамдардың тәкаппарлығы пайда болып, тұмсық көтеріп, ешкімді менсінбей, мен ғана осы жердемін деп бетіп қалады жағы. Мысалға военныйда да жағы болып қалса, мен ғана сөйлеуім керек, осында көпшілік отырған жерде. Менен басқа ешкім сөйлемеу керек деген жағы сана оған кіріп қалады да. Осындай ауруды тастау керек. Бұл ауру. Бұл мансаптың жағы, мансапты құдай қып алу деп айтса болады. Мансабыңды құдай қып алу. Мысалға начальник милиция, начальник КМБ, департамент жағына сондай бір нәрселерге отырып қалса, ол адамның мінезі де өзгеріп кетеді, басқа жағы да өзгеріп кетеді. Мүлдем онымен сөйлесу де қиын болып қалады бір жерлерде. Мысалға бізде мынау құдамыз болды енді, құдамыздың бір інісі бар еді, депутат. Атын атамай қойса ғибат болмайды. Сол құдамыздың үйіне барып қалдық енді.